Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 5-ші бөлім бос уақыт және хобби. Сабақтың тақырыбы уақыт алтын қазына, антонимдер. Бүгінгі сабақта біз уақытты үнемді пайдалану туралы, қандай сөздер антоним болатыны жайлы және антоним бола алмайтын, бірақ мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер туралы білетін боламыз. Ең бірінші зерделі сұрақ әдісі бойынша өткен тақырыпты есімізге түсіріп қайталайық. Олай болса, мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Синонимдер дегеніміз не? Синонимді қатар дегеніміз не? Синонимнің белгілері қандай? Жақсы балалар, сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Бірінші тапсырма. Өлеңді бәріміз түсініп оқиық. Уақыт. Уақыттан асқан билік жоқ, уақыттан озған жүйрік жоқ. Адамға Алла бұйыртқан уақыттан қымбат сыйлық жоқ. Жас өткен сайын кісілер уақыттың сырын түсінер. Азайып сенен үлкендер, көбейер сенен кішілер. Ойлама бәрін білем деп, шалқып та тасып жүрем деп, уақыттың алтын қазынаң жұмсауың керек үнемдеп. Айбының асып тұрса да, байлығың тасып тұрса да, уақыттың ақша қолдағы, ақшаңды босқа жұмсама. Ойланып көрші жарқыным, керек пе қымбат алтының? Өмірің қалса жарты күн, уақытың қалса жарты күн. Оқулығымызда А тапсырмасы осы өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Бірінші, уақытты пайдаға жарату дегенді қалай түсінесіңдер? Уақытты босқа жеп жатқан қандай нәрселер? Уақыт не себепті іспен өлшенеді? Сендер үшін уақыт қымбат па? Не себепті? Жақсы балалар, сіздер осы сұрақтарға өз ойларыңызша жауап бердіңіздер, жарайсыздар. Келесі тапсырмамыз Ә тапсырмасы 97-ші бет. Өлең мазмұнына сәйкес жауаптарды дәптерге жазыңыздар. Уақыт адамның қолындағы билік, уақыт адамның істеген жұмысымен өлшенеді, сағатты да уақытты да сатып алуға болады, уақытты дұрыс пайдалана білу данышпандық. Осы жауаптардың қайсысы сәйкес дәптерімізге жазамыз. Жазып болсақ, балалар, өзімізді тексерейік. Сіздердікі де осылай болды деп ойлаймын. Уақыт адамның істеген жұмысымен өлшенеді, уақытты дұрыс пайдалана білу данышпандық, уақыттан асқан сыйлық жоқ. Жарайсыздар балалар. Бүгінгі тілдік бағдар бойынша біз антонимдермен танысамыз балалар. Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы болып келетін сөздер антонимдер деп аталады. Мысалы, үлкен, кіші, суық, жылы, ескі, жаңа, қатты, жұмсақ, жомарт, сараң. Антоним болу үшін олардың мынандай шарттары болу керек балалар. Антонимдер мағыналары қарама-қарсы, түбірлері әртүрлі болады. Жақсы, жаман, күн, түн, алыс, жақын, ақ, қара. Мағыналары қарама-қарсы, бірақ түбірлері бірдей болса да, олар антоним болмайды. Таулы, таусыз, пайдалы, пайдасыз, жағымды, жағымсыз, биік, биік емес деген антоним болмайды екен балалар, себебі бұлардың түбірлері бірдей емес. Енді оқу тапсырмаларына көшейік. Екінші тапсырма. Мақал-мәтелдерді оқып, антоним сөздерді тауып, мағынасын түсіндіріңіздер. Үлкеннің сөзі майда, кішінің сөзі найза. Достың ескісі жақсы, киімнің жаңасы жақсы. Жақсыда жаттық жоқ, жаманда жақындық жоқ. Дескрипторы. Мақалдарды оқып, мағынасын түсіндіреді. Жарайсыздар балалар.
мақал-мәтелдердің мағынасын жақсы түсіндірдіңіздер. Келесі тапсырмамыз 98-ші беттегі 6-шы тапсырма. Сөздердің антонимдерін жазыңыздар. Дескрипторы сөздердің қарама-қарсы сыңарларын жазады. Олай болса, іске сәт, балалар. Жазғанымызды тексеріп көрейік. 6-шы тапсырма. Биік аласа, аспан жер, бар жоқ, ақылды ақымақ, оң сол, тәтті ащы, ерте кеш, батыр қорқақ, жас қыз, ақ қара. Барлықтарыңызда да осылай болды деп ойлаймын, балалар. Балалар, бүгінгі тақырыбымыз бойынша мына уақыт туралы қанатты сөздерді тыңдап, дәптерлеріңізге үйден жазып алыңыздар. Уақыт ең қымбат байлық. Уақытты нәтижелі іске пайдалан. Уақытты пайдалы іске жұмсасаң, соның нәтижесін көресің. Жалқаулыққа бүгініңді берме, бүгініңді берсең, ертеңіңді ұрлайды. Балалар, осы қанатты сөздерді әрқашан жадымызда сақтаймыз. Бұл сөздерді білсек, біз уақыттың қадірін біліп, оны өзіміз дұрыс пайдалана білетін боламыз деп ойлаймын, балалар. Үйге тапсырма. Ережені жаттау 98-ші беттегі 3-ші тапсырма. Кестедегі сөздерді орнына толтырып жазу. Амоним, синоним, антонимдерін табу. Біз бүгінгі сабақта антонимдер туралы және уақыттың ең қымбат байлық екенін білдік, балалар. Олай болса, бүгінгі сабақта не меңгердік, не білдік, не түсіндік, және сол туралы маған кері байланысты осы кесте бойынша жіберулеріңізді сұраймын. Бүгінгі сабақта барлықтарыңыз жақсы қатыстыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.